Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім қарын салаттың жасалу барысы. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраусына басып қойыңыздар. Ең алдымен қарынды жұмсақ қылып пісіріп аламыз. Одан соң бізге түсті бұрыштар керек болады, және де пиязы, сәбіз, сарымсақ, аскөк керек болады. Алдымен пиязыны турап аламыз. Одан соң табаға май құйып қыздырып, пиязын салып қуырамыз. Пиязы қызарғанша қуырып аламыз. Пиязы қызара бастаған кезде сәбізді салып қуырамыз. Сәбізді күштен өткізіп алғанбыз. Азырақ тұз салып қуырамыз. Сәбіз жұмсарғанша қуырып аламыз. Содан соң біз қарынды жіңішке етіп турап қойғанбыз, және бұрыштарды да жіңішке етіп тураймыз. Үстіне пиязын, сарымсақты ұсақтап қосамыз, және де аскөкті де ұсақ қылып майда етіп турап қойғанбыз. Содан соң жаңағы қуырып алған сәбіз бен пиязын үстіне қосамыз. Екі ас қасық соя соус қосамыз. Және аздап қара бұрыш және паприка қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жаңа сәбізді қуырған кезде тұз салғанбыз. Дәмін көріп отырып, тұзды теңшеп салсақ болады. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Түсі де әдемі болып шығады, және дәмі де ерекше дәмді болып шығады. Маған және отбасымдағыларға қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.